теберіп дейтін нәрсе бар. Жұғысты болсын деп айтып жатады. Бір нәрселерді жақсылықты көрген кезде сол нәрсе жұғысты болсын деген сөзі ғой енді. Сол нәрсе бізге де жұғысты болсын деп айтады. Бата тілегенде де мысалы өмірде жолы болған сондай бір өсіп өркенген семьялардың жолын берсін деп айтып жатады да бізде қазақтар. Солардың жолын берсін деп бата қайырып жатыр. Бата дегеніміздің өзі не? Бата дегеніміздің өзі сол жақсылыққа жоритын нәрсе ғой. Сол жақсылық сөздерді айтып, солардың бәрі сізге бұйырсын деп, бәрі алақанын жайып, соған беттерін сипайды. Бұл дегеніміз сол тілектері, сол кісінің маған айтқан тілегі қабыл болсын деп, бәрі алақанын жайып, беттерін сипайды. Бұл дегеніміз тілек, және оны қабыл алу мақсатында. Ал бірақ өздері мағынасын түсінбейтін, мысалы ислам дінінде Айша анамыздың жолын берсін, Хадиша анамыздың жолын берсін деп, мысалы неке қиған кездерде де бет сипап жатады. Бірақ оның түп тамырын түсінбейді. Түп тамырын түсінбейді. Өйткені Айша анамыз дейді. Айша 9 жасында күйеуге тиген. Ондай қай ата-ана өзінің 9 жасында анау 52-дегі шалға тигенін қалайды? Мысалы, соған әумин деп жатыр. Бұл жерде өздері түсінбейді, ананың не айтып тұрғанын. Бұл жерде дінде болсақ болды деп ойлайды. Дін осы екен, дұрыс екен деп басшылық беруде болып тұр. Барлық нәрсеге мағынасына үңілуіміз керек та біз. Бұл жерде бұл нақты хадистерде жазылған. Айша анамыз 9 жасында жұмысқа шыққан. Оны жаңағы кім анау мүфтияттың бір имамының айтатыны бар. Айша анамыздың 9 ерекшелігі бар деп. Оны мүфтият мойындап отыр. Оны мен ойдан шығарып отқан жоқпын бұны. Мен ойдан шығарсам, онда некі дұрыс емес болар еді. Мен оны ойдан шығарып отқан жоқпын. Анау Бауыржан Әлиұлы ма, соның айтқан сөзі бар. Айша анамыздың 9 ерекшелігі бар деп, сол 9 жасында күйеуге шыққандығын сахих хадис ретінде, сол хадистерді мойындаған ретінде айтып отыр. Бұл хадистерде бар. Сосын Хадиша анамыздың жолын берсін. Хадиша деген Мұхаммед пайғамбардан бұрын 2 рет күйеуге тиген. Яғни Мұхаммед пайғамбардан ол 15 жасқа үлкен. 25 жасында, Мұхаммед 25 жасында кезінде анау 40 жаста болады. Сонда 40 жастағы әйелдің жолын берсін деу, ол қаншалықты дұрыс мысалы. Біз бәріне бет сипай береміз. Негізінде бұл дұрыс емес. Қазақ ана батаға сеніп, сол әумин деп бетін сипаған кезде ол бойымызға дарысын деп соны сеніммен істеген. Ал егер біз ана сөздердің бәрі, егер біз сенімменен сол сөздердің бәрі шынымен бетімізге даритын болса, онда біз анау қисынсыз нәрсеге бет сипап отырмыз, бетімізге дарысын деп айтып отырмыз ғой. Бойымызға дарысын деп. Бізге де сол бұйырсын деп айтып отырмыз ғой бұл жерде. Несіздер ма? Ол қалай ол Хадиша анамыздың жолын біз сұраймыз, ол өзі 40 жасында 2 рет күйеуге тиіп шыққан. Ондай адамның қай ата-ана 40 жасқа қыз келіп 25 жастағы жігітке күйеуге тигенін қалайды? Немесе қай ата-ана 25 жастағы баласының 40-тағы 2 рет күйеуге тиген әйелді алғанын қалайды? Соған біз әумин дейміз, жолын берсін деп айтып жатады. Мысалы, мына діндегілер, олар өздерінің діни алғашқылар кейіпкерлері болғандықтан олар айта береді имамдар. Оларға бәрібір. Ал біздің қазақ дәстүріне қайшы келіп тұр ғой бұл жерде. Оның Мұхаммед пайғамбарымыздың 25 жасында 40 жастағы Хадишаға үйленгені оның анық, оның бәрі мүфтият оны мойындайды. Мүфтият газет сайтында бәрі тұр. Мен айдан алып жатқан жоқпын. Осы анау мен деп бет сипау қаншалықты дұрыс мысалы. Біз қазақтар көзімізді ашуымыз керек қой. Кез келген нәрсеге, айтып отқан нәрсеге біз ой жүгіртуіміз керек. Оны сыни ойлап қарауымыз керек. Бізде сыни ойлау жоқ. Ойбай, осы дінде айтты, бәрі дұрыс деп қабылдай береміз. Олай болмайды ғой. Егер батаны біз дұрыс деп қабылдайтын болсақ, егер біреуден бата сұрайтын болсақ, ондай болатын болса, ана бата бізге дарып жатыр ғой демек. Біз соған сенетін болсақ. Біз енді анау теберіп деп, мысалы, ана үлкен жастағы адам қайтыс болса, мысалы, соның жасын берсін деп теберіп деп бірдеме алып жатамыз. Өйткені бізге дарысын дейміз. Сосын да бір жақсы семьялар көрсек, солардың жолын берсін деп тілек айтса, содан жаңағы бата алып қалғанды қалаймыз мысалы. Өйткені бізге дариды деп сенеміз ғой. Демек сен сеніп тұрсың ба, онда анау жердегі имамның айтқанында сен бойыңа дариды деген сөз ғой. Себебі сен оған әумин дедің, бетің сипадың. Көрдіңіз ба қалай? Әлде оған сенбеу керек бірде. Онда батаның бәрі де өтірік болады. Бұл қалай болған? Бұл бата беру деген енді қазақтың дәстүрі, ол әуел бастан келе жатқан. Бет сипау дегендер мысалы ол исламда жоқ, негізі мысалы ислам дінінде негізінде жоқ. Ол бет сипау ислам дінінен бұрын бар нәрсе. Мысалы Сауд Арабиялықтар бет сипамайды да, Құран оқып, өле басына барып Құранды оқымайды олар. Оларда ондай нәрсе жоқ. Олар шынайы, олар салафи, нағыз мұсылмандар. Салаф дәуірі.
осы салаф дәуірін үшке бөліп қояды ғой, бұл мұхаммед пайғамбар өзі де айтып кеткен, бұл менің буыным деп. Пайғамбарлар дәуірі жаңағы сахабалармен және табиғиндар және таба табиғиндар, осы үш кезеңде сәләф дәуірі деп атайды. Өйткені нағыз мұсылмандық осы кезде болған дейді. Мына қазіргі біздегі сәләфит деп жүргендеріміз осыны таза исламды ұстанушы адамдар ретінде айтылады. Біз осы таза исламға қарай кетіп бара жатырмыз. Бізге таза ислам емес, бізге негізі құдай. Бізге дін керек емес, бізге құдай керек. Көбіне құдайға сенеді ғой көп адамдар. Оны дәл солар айтқандай қылып сену міндет емес. Қазақтың дәстүрімен кәдімгі ырым тыйымдары бар, әп-әдемі баяғыдан келе жатқан. Бұның бәрін де жоққа шығармау, өйткені тәжірибе бар ғой. Ол тәжірибелеріне сүйеніп, енді дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейміз. Ол кездегі жағдайға байланысты нәрселер бар. Сол сияқты бәрін реттеп, қазіргі заманға сай өмір сүруіміз керек. Баяғы 7-ші ғасырда қалып кеткен нәрсені, 7-ші ғасырдағы нәрсені сол төмен түсіре беріп, сол кездегідей болу деген олай болмайды ғой. Көбі сол кезге қарай аяқ тарта береді. Ой, баяғы сол пайғамбарымыз дәуірінде, сол салаф дәуірін айта береді. Ол өтіп кеткен заман ғой, ол сол кездегі адамдарға сол кезде реально болды. Ал қазір заманға қарай реттестіруіміз керек бәрін. Заманына сай ақылды, саналы адамдар туып жатыр. Солардың философияларын тыңдауымыз керек. Біз алға қарай қандай өмір сүруіміз керек?